Сәлеметсіздер ме? Мен Айда Ғалымқызы Балаева 2023 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі қызметін атқарып келемін. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бастап Қазақстан мәдениеті жаңа тарихи кезеңге қадам басты. Алғашқы жылдары экономикалық қиындықтарға байланысты мәдениет саласы да күрделі жағдайда болды. Алайда 1998 және 2000 жылдары мәдениетті қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары қабылданып, 2000 жыл мәдениетті қолдау жылы деп жарияланды. Осы кезеңнен бастап театрлар, кітапханалар, музейлер қайта жандана бастады. 2000 жылы елбасының бастамасымен іске қосылған мәдени мұра бағдарламасы ұлттық мәдениет тарихындағы бетбұрыс кезең болды. Бұл бағдарлама аясында тарихи мәдени ескерткіштер қалпына келтіріліп, шетел архивтерінен ұлттық құндылықтарымыз жинақталды. 2017 жылдан бастап жүзеге асқан болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы ұлттық сананы жаңғыртуға, дәстүр мен заманауи мәдениетті үйлестіруге бағытталды. Жаһандану дәуірінде мәдениет тек сақталуы ғана емес, дамуы тиіс. Бүгінде қазақ әдебиеті, киносы, музыкасы халықаралық деңгейде танылып келеді. Қазақфильм студиясы тарихи фильмдер арқылы ұлттық тарихты жаңаша танытып отыр. 2018 жылы өткен Ұлы Дала рухы этномәдени фестивалі ұлттық мәдениетті әлемге танытудың айқын үлгісі болды. Қазіргі таңда елімізде 270-тен астам музей жұмыс істейді. Музей түні секілді жобалар мәдениетті қоғамға жақындата түсті. Бұл мәдени саясаттың нақты нәтижесі ұлттық мәдениет ұлттың рухани тірегі. Біз оны сақтай отырып, заманауи әлеммен үндестіруіміз керек. Бұл бүгінгі Қазақстан мәдениетінің басты бағыты.